Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен есімдіктер мен зат есімдерге жалғанатын тәуелдік формасының тағы бір түрімен танысамыз. Ол түрі негізге нікі, тікі, дікі жұрнақтарын жалғану арқылы жасалады. Сегодня на уроке мы познакомимся с вами с притяжательной формой местоимений и существительных, которые образуются с помощью прибавления к основе суффиксов нікі, тікі, дікі. Сонымен, нікі жұрнағы дауысты дыбыстардан кейін жалғанады. Итак, суффикс нікі прибавляется после конечных согласных. Мысалы, например, үй Алинанікі, дом Алины. Тікі жұрнағы қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін және БВГД дауыссыздардан кейін жалғанады. Суффикс тікі прибавляется после конечных глухих согласных и БВГД. Мысалы, например, кітап мектеп тікі, книга школы. Дікі жұрнағы ұяң дауыссыз дыбыстардан кейін және үнді дауыссыз дыбыстардан кейін жалғанады. Суффикс дікі прибавляется после конечных звонких, кроме БВГД и всех сонорных согласных. Мысалы, например, пәтер Айнұрдікі, квартира Айнұр. Басты назар аударыңыз. Бұл форманың орыс тіліндегі баламасы жоқ. Обратите внимание, что в русском языке нету аналогов данной формы. Тағы да мысалдар қарастырайық. Давайте рассмотрим еще пару примеров. Мынау менің үйім. Это мой дом. Мынау үй менікі. Это дом мой. Мынау Айгүлдің дәптері. Это тетрадь Айгүл. Мынау дәптер Айгүлдікі. Это тетрадь Айгүл. Мынау сенің гүлің. Это твои цветы. Мынау гүл сенікі. Эти цветы твои. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет. На этом наш урок завершен. Спасибо.